Қайырлы күн баршаларыңызға, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ көрінісі әдемі күлше нандардың оригинал рецептерімен бөлісетін боламын. Құрамына керекті заттарды описанияда жазып қалдырамын. Сол көрсетілген құраммен жасайтын болсаңыздар, сіздерде де осындай жұмсақ күлше нандар шығатын болады. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы сүт және де ыстық су керек. Сүт пен судың ыстық болып кетпеуін қадағалаңыз. Одан соң сармай қосамын. Егер сізде сармай болмаса, майонез, қаймақ қоссаңыздар болады. Одан кейін 1 шай қасық тұз және де бізге ақ май керек болады. Ақ майдың мен жартысын ғана қосамын, қалғаны соңында қажет болады. Енді біз дайын болған сұйықтығымыздың үстіне ұнымызды қосамыз. Ұнымызды аз-аздан бөліп салған дұрыс, себебі әр ұнның тығыздығы әртүрлі болады. Көп салып жіберсеңіздер, қамырымыз қатты болып кетуі мүмкін. Негізінде ашытқыны ұнның үстіне салған дұрыс, себебі қамырымыз жақсы көтеріліп шығатын болады. Қамырымыздың ұзақ үйленуін қадағалаңыз, себебі үюі қанған қамыр өте жұмсақ әрі жақсы көтерілетін болады. Қамырымыз осылай бірге бастаған кезінде жаңа алып қалған ақ майымызды үстінен құямыз. Қайтадан қамырымыз үйреуді бастаймыз. Жақсылап ешқандай іртігі қалмағанынша жақсылап жұмсақ етіп илеп шығыңыздар. Осылай дайын болған қамырымыздың үстін пищевая пленкамен жауып, ауа өткізбейтіндей етіп жапқан дұрыс. Осыны енді жылы жерге 2 немесе 1,5 сағатқа қойып қойыңыздар. Бізде қамырымыз жарты сағаттай тұрды. Енді біз оны қайтадан илейміз. Қамырымызды жарты сағаттан кейін немесе 1 сағаттан кейін кішкене көтерілгенде бір рет қайтарып қойған дұрыс. Ол да бір нанның жақсы шығуына көмектеседі. Қайтадан 2-1 сағатқа қойып қоямыз. Бізде осындай қамыр дайын болды, өте жұмсақ, қолға жабыспайды. Менде қамыр бөлме температурасында 2 сағаттай тұрды. Енді біз қамырымызды ыдысымыздан босатып, осылай қамырымызды кішкене илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды кішкене бөлшектерге бөлеміз. Сіздер көз мөлшерімен немесе грамм өлшейтінмен 100 немесе 115 граммнан бөліп алсаңыздар болады. Мен әр қамырды 110 граммнан бөліп алдым. Енді бөліп алған қамырларымды осылай дөңгелектеп жақсылап орналастырып аламын. Енді бізге табақ қажет болады. Табанның үстіне жаңағы домалақтаған қамырларымды жақсылап орналастырып, оларды 15 минутқа жылы жерге қоямын. Бізде осылай кішкене көтерілді. Енді мен видеода көрсетілгендей ортасын жақсылап басып, жан-жағына бортик қалдырамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен әлі алда сіздерге көптеген оригинал рецептермен бөлісетін боламын. Менімен бірге көптеген тағамдар дайындап үйренетін боласыздар. Менде осындай қамырдың ортасын басатын бар. Сіздерде жоқ болса, оны баспасаңыздар да немесе вилкамен жасасаңыздар болады. Енді қамырымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын алып, жақсылап жағып шығатын боламыз. Егер сіздерде жұмыртқа болмаса, бетіне сүт жақсаңыздар болады. Әсемдік ретінде жан-жағына мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Енді біз бұны 180 градуста ысып тұрған пешке салып аламыз. Менде небәрі жарты сағаттың ішінде осындай көрінісі әдемі жұмсақ ыстық қана күлше нандар дайын болды. Осы мен көрсеткен мөлшермен жасайтын болсаңыздар, онда міндетті түрде сіздерде осындай күлше нандар шығатын болады. Бұл менде оригинал рецепт. Мен үнемі осылай жасап отбасымды қуантамын. Ендеше ас болсын, сіздерде де осындай күлше нандар шыға берсін. Сіздермен бірге болған балауса, назарларыңызға рахмет.